Сәлеметсіңдер ме балалар? Мұғалім мен Серкебаева Жанар Амангелді қызы, Тұрар Рысқұлов ауданы номері 1 мектеп лицейінің мұғалімімін. Сабағымыз қазақ тілі сабағы 3 сынып. Сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. Сабақтың мақсаты мәтінді тақырыбы мен берілген суреттер диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау. Сөйлемнен сөз таптарын, зат есім, сын есім, сан есім, етістікті табу. Олай болса балалар, сабағымызды бастайық. Ең алдымен ой қозғау әдісі арқылы сөз таптарын есімізге түсірейік. Кәне, сөз таптарын атайық. Өте жақсы. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Ал балалар, етістік дегеніміз не еді? Есімізге түсірейікші кәне. Етістік заттардың қимылын, іс-әрекетін, күй-жайын білдіретін сөз табы. Етістік не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, не істеді? Өсті. Не қылды? Ойнады. Қайтты, сайрады. Өте жақсы балалар. Келесі балалар, ширату жаттығуы, суретпен жұмыс жасаймыз. Берілген суреттерді мұқият қарайық. Суреттерге сөйлем құраймыз. Бірінші суреттен балалар не көріп отырмыз? Қыздар билеп жүр, е? Олай болса, сөйлемімізді құрайық. Қыздар биледі. Қыздар биледі. Екінші суретте Дина күй тартты. Өте жақсы балалар. Бұл жерде етістік биледі, тартты. Енді балалар, осы сөйлемдерді біз күрделірек алайық. Етістікті бір немесе екі немесе одан да көп сөзден тұратындай етіп, күрделірек сөйлем құрастырайық қана. Жарайсыңдар балалар. Қыздар билеп жүр. Дина күй тартып отыр. Бұл жерде билеп жүр. Етістік. Тартып отыр. Етістік. Енді бізде сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік болатын. Осы сөйлемдер арқылы ереже шығарайықшы кәне. Есіңе сақта. Етістіктер құрамына қарай дара және күрделі болып екіге бөлінеді екен. Дара етістік бір сөзден тұрады. Мысалы, биледі, тартты, жүрді, отыр, құйды. Ал күрделі етістік дегеніміз екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, оқып отыр, тартып отыр, билеп жүр, құйып жатыр, жазып отыр. Міне, тағы осы сияқты. Міне балалар, біз сендермен дара және күрделі етістікті ажыратып түсіндік деп ойлаймын. Олай болса, оқулықтағы номері 1 тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде сөз жұмбақ берілген екен. Осы сөз жұмбақты шешу арқылы көп тор көзден сөзді табуымыз керек.
Бұл жерде бірінші сұрақ бейбітшілік құсы. Әрине ол көгершін. Жарайсыңдар балалар. Екінші сұрақ түнде ұшатын құс. Әрине бұл үкі. Үшінші төрт түліктің шөлге ең шыдамдысы не ол? Әрине түйе. Төртінші сұрағымыз үрлеп аспанға ұшыратын затымыз. Ол не еді? Өте жақсы балалар. Әрине ол шар. Тышқанның үй мекені соңғысы. Ол не екен? Өте жақсы. Ін. Енді қарайық. Күйші деген сөз шықты, я? Ендеше балалар, бізде келесі тақырып күйші екен. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Бірге ойлаймыз әдісі, мәтінмен жұмыс. Нарынның құмды ауылынан шыққан домбырашы қыз туралы аңыз әңгіме елден елге тарап кетті. Несін айтасың? 10 саусағынан күй төгілген майталман жорға дейді. Құрманғазыдан артық болмаса, ешқандай кемдігі жоқ шебер дейді. Ойбай-ау, ешкімнен де домбыра үйренбеген дейді. Дина Құрманғазыдан үйреніп қалған ақсақ киік, алатау, балбырауын, қайран шешем күйлерін күн сайын әлденеше қайталап тартып отырушы еді. Домбырашы болу оңай нәрсе емес. Ең алдымен үнді, дыбысты сүйе білу керек, және оған өзіңше мән бере біл. Екіншіден, ерінбеген етікші болады деген мақалды біздің ел бекер айтпаған. Ерінбеу, ұялмау, қысылмау керек. Өнер иесі өзін көп алдында еркін ұстау керек. Құрманғазы айтқан осындай ақыл кеңестер де домбыра шегінің сүйкімді дыбыстарымен бірге Динаның құлағына кетпестей ұялаған болатын. Ал балалар, мәтінде кім туралы айтылған? Әрине, біздің күйші апамыз Дина туралы. Дина туралы не білесіңдер? Әрине, Дина апамыз біздің күйші, Құрманғазы Сағырбайұлының шәкірті болған. Мәтіндегі енді мақалды көркем жазып, етістіктің астын сыз. Ерінбеген етікші болады. Олай болса, дәптерімізге көркем етіп жазайық. Өте жақсы балалар. Балалар, енді сабағымызды қорытындылау мақсатында екі жақты күнделік әдісі. Жоғарыда берілген сөздерді екі кезеңге орналастырамыз міне. Біріншісі дара етістік, екіншісі күрделі етістік. Ойнады, әрине дара етістік. Жүзіп жүр, күрделі етістік. Жазды дара етістік, күлді дара етістік, ұшып жүр, күрделі етістік. Өте жақсы балалар. Ары қарай. Сүртіп тұр, күрделі етістік, тоқыды дара етістік. Өте жақсы балалар. Олай болса, ал балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс менің көңіл күйім деп аталады. Барлығын түсіндім,
Енді түсініп келемін, түсінбедім. Етістік, түсіндік пе балалар? Құс қанаты белгісін қалдырып кетейік. Барлығын түсіндім, етістік не екен, одан кейін дара етістік дегеніміз не еді? Түсіндік па? Бір ғана сөздерден тұрады екен, Екінші күрделі етістік бір немесе екі сөзден тұрады. Өте жақсы балалар. Олай болса, үйге 6-шы жаттығу 45-ші беттегін ұсынамын. Бүгінгі сабаққа қатысып, белсенділік танытқандарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.